Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін химиялық реакциялардың жүру заңдылықтарының кинетика бөліміне тоқталамыз. Химиялық реакциялардың жылдамдығын зерттейтін химияның бір саласы бұл кинетика. Жалпы химиялық реакциялар жүрген кезде олар белгілі бір жылдамдықпен жүреді. Мысалы, қышқылдардың сілтімен реакциясы бұл өте тез жүретін реакция, яғни бейтараптану реакциясы. Ал енді тау жынысының желдің әсерінен химиялық реакцияға ұшырауы, бұл химиялық өзгеріске ұшырауы немесе бұл бізде баяу жүретін реакция. Мысалы, граниттің сазға айналуы деген сияқты. Ол қаншама, яғни 10 мыңдаған жылдарды қажет етеді. Ал енді химиялық реакцияның жылдамдығына бізде концентрация қалай әсер етеді? Ол үшін химиялық реакцияның жылдамдығы деп бастапқы заттардың немесе өнімнің біреуінің концентрациясының уақыт бірлігіндегі өзгеруін айтамыз. Яғни бұл бізде мына теңдеуге сәйкес келеді. Яғни А және Б затын бір-бірімен әрекеттестіргенде С және Д заты түзіледі деп есептейік. Сондағы С1 және Т1 деп отырғанымыз мына өрнектегі бұл бастапқы заттың концентрациясы мен уақыты. Ал С2 және Т2 дегеніміз, яғни ол өзгерісі. Бастапқы заттың концентрациясы, одан кейін белгілі бір уақыттан кейін ол өзгереді. Демек, өзгергендегі түрі бұл С2 немесе уақыт десек өзгеріс бұл Т2 болып есептеледі. Оның өлшем бірлігі моль бөлінген литр көбейтілген секунд. Енді осыған байланысты есеп шығарып көрейік. Егер азоттың концентрациясы 0,4-тен 0,1 мольге дейін өзгерсе, 50 секундтан кейін N2 және O2 заттарының әрекеттесу нәтижесінде түзілген азот моноксидінің гомогенді реакциясының жылдамдығы қандай болатынын есептеңіз. Енді есептің берілгенін жазып алдық. Бірінші біз формуламызды жазамыз. Яғни С2 минус С1 бөлімінде Т2 минус Т1. Оны біз бірден концентрацияларының өзгерісінің уақыт өзгерісіне қатынасы деп жазсақ болады. Плюс-минус дельта С бөлімінде дельта Т. Бұл жерде плюс-минус болуының себебі бізде бастапқы концентрацияға қарағанда бастапқы концентрациямыз біздің өзгерген біраз уақыттан кейінгі, яғни екінші концентрациясының мәнінен үлкен болуы мүмкін. Нәтижесінде бізде теріс таңба шығады. Сондықтан химиялық реакцияның жылдамдығы бізде еш уақытта теріс таңбамен шықпайтын болғандықтан, мына жерде минус таңбасының болуының себебі осыда. Енді формулаға салатын болсақ, С2 бізде 0,1 моль литр, азайтамыз 0,14 моль литр екінші концентрациямыз, және уақыт бастапқы деп бізде, яғни уақыт тек 50 секундтан кейін дегендіктен, уақытымыз бізде 50 секунд, бастапқысы 0 деген сөзде. Нәтижесінде минус таңба шығайын деп тұр. Минус 0,3 моль литрді бөлеміз 50 секундқа. Сонда мына жерге плюс-минус таңбасын қойған кезде жауабымыз біздің 0,6 моль литр секундқа өзгереді екен. Моль литр көбейтілген секунд. Демек, бұл есептегі дұрыс жауап бізде Д жауабы болады екен. Енді бізде химиялық реакциялардың өзі екі түрі болады екен. Гомогенді реакция және гетерогенді реакция. Бұл әрекеттесуші заттардың немесе өнімнің табиғатына байланысты. Егер әрекеттесіп тұрған заттар бір күйде болатын болса, мысалы, бір текті ортада жүретін реакцияларды біз гомогенді реакциялар деп атаймыз. Гомогенді реакциялардың жылдамдығы әрекеттесуші заттардың немесе өнімнің біреуінің концентрациясының уақыт бірлігіндегі өзгерісімен анықталады. Яғни формуласы дельта С-ның дельта Т-ға қатынасы. Немесе біз білеміз, химияның алдыңғы 8-ші сыныпта да білеміз. Яғни концентрацияның мәні неге тең? Концентрация бізде зат мөлшерінің көлемге қатынасы. Демек, оны мына біздің формуламызды екінші өрнекпен де өрнектеуге болады екен. Зат мөлшерінің көлем және уақыт бірлігіндегі қатынасына теңестіруімізге болады. Ал егер әртүрлі фазадағы заттардың әрекеттесу нәтижесінде жүретін реакциялар болатын болса, онда бұндай реакцияны біз гетерогенді реакциялар деп атаймыз. Гетерогенді реакциялардың жылдамдығы фаза бетінің аудан бірлігіндегі
белгілі бір уақыт ішінде әрекеттесетін заттардың немесе өнімнің зат мөлшерінің өзгерісімен анықталады. Демек, бұл жерде яғни әртүрлі фазада дейді, яғни қатты заттардың бетінде мысалы химиялық реакция жүруі мүмкін, сұйық заттардың немесе газдардың деген сияқты. Сонда зат мөлшерінің уақыт пен температураға қатынасына тең. Енді осыған мысал ретінде қарастырайық. Гомогенді реакцияға жатады. Мынаның ішінде қайсысы гомогенді реакция деп ойлайсыздар? Қарайық. Бірінші, кальций карбонаты мен тұз қышқылының әрекеттесу реакциясы. Кальций карбонаты бізде қатты зат болғандықтан бұл бірден реакцияға жатпайды. Себебі гомогенді реакцияда бұлардың күйлері бірдей болу керек. Демек, дұрыс жауабымыз біздің С. Үшеуі де, яғни әрекеттесуші заттарымызда газ, түзілген өнімімізде газ болып табылады. Гетерогендік реакцияға қайсысы жатады? Қарап отырсақ, мына жерде 4 жауапта бізде бірыңғай газдардың әрекеттесуі, ал С жауабында бізде темір бар, қатты зат. Демек, дұрыс жауабы С. Соңғы сұрақта гетерогенді реакцияға жатады. Бұл жерде де бірден соңғы Е жауабын атасақ болады. Себебі алюминий бізде қатты металл. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.